Құрметті әріптестер, студенттер және ата-аналар. Бүгінгі күнде барлық әлем жаман індетпен күресіп жатқан кезеңде біздер жаман індеттің таралуына жол бермеу үшін карантин режимін сақтап үйде отырмыз. Үйде отырып, жұмыс істеп, оқып, бала оқытып жатырмыз. Дегенмен де жұмыс пен оқудан бос уақытымызды тиімді пайдалану мақсатында мен Батыс Қазақстан облысы Тасқала колледжінің өндірістік оқыту шебері сіздерге челлендж жолдаймын. Челлендждің шарты бұл берілген тапсырманы үйден орындап, видеоға түсіріп, кері байланысқа шығып, кері жіберу сұралады. Бүгін мен тез дайындалатын печенье калы пісіремін. Оны дайындау өте оңай және тез. Печеньенің құрамына кіретін ингредиенттер ол 2 жұмыртқа, жарты кесе қант, жарты кесе астық, қант ұнтағы, дәмі болу үшін ванилин және безендіру үшін алма. Алдымен қантты саламыз және 2 жұмыртқаны жарамыз. Және осы массаны миксермен араластырамыз. Осындай ақ көпіршік пайда болғаннан кейін ванилин ұнтағын саламыз. Және астық саламыз да араластырамыз. Пешімізді 200 градус температурада қыздырып аламыз. Табамызды майлаймыз. Майлаған соң жаңағы бисквит қамырын қасықпен алып табаға құямыз да дөңгелекше форма береміз. Және дөңгелекше формамыз бәрі бірдей болу керек. Қыздырылған пешке 3-4 минутте саламыз. Печеньені алмамен безендіреміз. Печенье піскенге дейін біздер алманы дайындап қоямыз. Төрт минуттан кейін пешімізді қараймыз. Құрамызды алаймыз. Көрдіңдер ме қандай болып піскенін? Айналасы алтын түсті қызарған. Бұл печенье өте тез қатып кетеді. Сондықтан алдын ала ортасына алма салып форма береміз. Дайын печеньелердің жапырақтарын қант ұнтағымен безендіреміз. Ал енді кезек сіздерде.